сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әкемнің иісі. Әкемнің қойнында өстім. Анам менен кейінгі бала үстінде қайтыс болған екен. Менің әкемнің 52 жасына дүниеге келген қызымын. Кішкентайымнан әкемнің иісі, яғни тердің адал еңбектен шыққан тердің иісі мұрнымнан әлі кетпейді. Ол иісті ешбір аңқыған жұпар иесіне айырбастамайтынмын. Әкем өте еңбекқор жан еді. Мен ес білгелі совхоздың тауық фермасын басқарады. Басқарғанда деген аты болмаса, түгелдей өз қарайды. Жанұялық ферма десек те болады. 3-4 жасында есте қалғаны үйде үйілген жұмыртқа болатын. Ағам мен әпкелерім жұмыртқаларды реттеп, қағаз лоток ұяшықтарына салатын. Мен жандарында аңдып отыратынмын. Мен де аң деймін десеңіздерші. Көп жұмыртқаның ішінен сопоқтау жұмыртқалар шығады. Соларды аламын да терезеге апарып жарыққа тосып қараймын. Құдайдың құдіреті шексіз ғой. Әлгілердің ішінен 2 сары уыз көрінеді. Міне солар менің еншім ғой. Қайнатқанда біреуінен 2 сары домалақ шығады. Тек сарысын ғана жейтінмін. Ақ бөлігін жемеймін. Ал қуырғанда тек қана ақ бөлігін жеймін. Еркелік әдет шығарда. 5 жасымда әйгілі 69-ның қалың қары басып қалды. Әкемнен ұзыннан ұзақ ол кезде мен үшін бітпейтіндей көрінетін жол ашады. Қарды күреп, артында мен жүрем. Таулардың арасында жүргендей болып, жолдың екі шетіндегі күрелген қар мен бойымнан әлде қайта биік болатын. Әкемнің тері бұрқырап, тұрып күреп жүретін. Ол кезде үйіміз төбесі жайпақ, 2 бөлмелі еді. Кіре беріс дәлізбен 3, төбесі қара қағазбен жуып үстіне қалың етіп лай тастаса керек. Себебі көктемді үйдің төбесіне қызғалдақтар өсіп, әкем мені көтеріп мінгізеді. Мен гүл теретінмін. Сол жылғы қыс болмаса, біздің жақтың қысы солтүстік жақтың күзінде негізінде. Бір жылы қыламықтанып жауып жерге түсер-түспес еріп кететін. Онда да 2-3 рет қана қар көріп мәз болып қаламыз. Ерте көктемнен әкем қауын қарбыз, әңгелек егіп бастайтын. Күн жылынғаннан далаға сәкіге жатамыз. Таңертең ұйқыдан тұра сала жастығымның астын ақтарамын. Қыстай кәмпит, жаңғақ, күлше шығатын жерден енді әңгелек шыға бастайды. Сап-сары боп, иісі бұрқыраған әңгелекті тауып алып, ой қуанатынмын. Осы жерде қыстыра кетейін. Өмір бойы әңгелек көрсем, әкем есіме түседі. Әңгелектің иісі шықса, әкемнің иісі мұрнымнан келеді. Әңгелек қауынның ерте пісетін доп-домалақ кішкентай түрі ғой. Кейіннен келін боп түскеннен соң көктемде өзіміз еккен әңгелек піскенде ең кішкентай жұдырықтайын бөлмеме алып келіп қойғанымды көрген атамыз, келін әңгелектің иісін жақсы көреді екенсің деп өзі әкеп қойып жүретін. 6 жасымда жаңа, кең, сол кездегі заманауи үйге кірдік. Аналар жоқ қой дей ме, жоқ үйге келетін кісілердің дайындағаны ма, түпкі бөлмеде шелек-шелек заттар тұратын. Кәдімгі сырлы шелектің біреуінде кәмпит, біреуінде жаңғақ, біреуінде қант, біреуінде набат. Берекелі жалын болған екен ғой, кейін ойласам. Аға әпкелерім таңертең сабаққа, әкем тауықханаға кетеді. Мен оянғанда үйде ешкім болмайды. Дайындап кеткен асымды жеп аламын да жазуға отырамын. Әріптің бәрін танимын, көркем етіп жазады аламын. Топ-топ етіп жазып қойған есептерді де шығарып тастаймын. Сосын қарап отырып қорқа бастаймын. Үйіміз ауылдың шетінде болатын. Әсіресе қысты күні қорқынышты болатын мен үшін. Содан киініп алып әжайлап тауықханаға қарай жылжитынмын. Тауықханада бір төбенің арғы жағында сайда. Төбеге шығамын да тауықхана жаққа қарап тұрамын. Мыңнан көп тауық бар ғой. Сыртындағы темір тормен қоршалған бөлігіндегі ыдыстарға әкем жемін, суын толтырып тауықтарды шығарып, өзі ісіне риза болып, шұбырып жүрген тауықтарға біраз қарап тұрады. Сосын басқа да тірліктерін бітіріп, сыртқы есігін жауып жатқанда, мен үйге қарай құлдырап та жүгіремін. Әкем келгенде әдемі болып жазғандарымды көрсетіп, үйден шықпағанымды айтамын. Күліп қоя салады.
балалығым ғой, мен төбеде қақшиып тұрғанымды көрмеді дейсіз бе? Сосын үйескі үйге тұрғанымызда орта тірек ағаш болатын. Соған қағылған бір шегеге қамшы тұрса, екіншісінде 5-6 моншақ боп жіпке тізілген өрнектің дәні ілініп тұратын. Күніге таңертең біреуін мойныма тығып береді. Мен шіркін қытырлатып тұрып жеймін. Кейін ойласам, өрігіміз піскенде дәнін шағып, жұмсақ кезінде инемен тізіп өткізіп кептіріп сақтайды екен ғой. Әкемде елде жоқ Победа маркалы жеңіл көлігі болды. Жазымен қайда, кімнің үйіне қыдырсақ та көліктің ішін қауын-қарбызға толтырып апаратын едік. Балалық шақтың естеліктері ғой. 1-ші сыныпты аяқтай салысымен мен балалығымда да аяқтаған екенмін. Кейін Алматыдан оқуға келген сайын әкемнің құшағында үнсіз жылып тұрып иіскеп алатынмын.